Егер қорқақ болмасаң, видеоны аяғына шейін көр. Мен әйеліммен бірге жаңа пәтерге көштік, қызым 1 жасқа толған. Біздің төсек үлкен болғандықтан қызымыз бізбен бірге ұйықтайтын. Көшкеннен кейін қызым кішкене өзгерді. Нақты айтсам, мүнде өзі тұрып, қуыршақ ойнайтын болды. Біз бұл жағдайға мән бермедік, өйткені 1,5 сағаттан кейін ұйқыға кететін. Осыған қоса қызым тығылыспақты көп ойнайтын болды. Басында менімен. Сосын өзімен өзі осылай қараңғыда мен таппағанша отыра алады. Тіпті мынандай да болған. Біз бір бөлмеде отырамыз. Мен 1 минутқа шықсам болды. Мен қайттан келмегенше үстел астында отыратын. Осылай бір бөлмеде бір өзі ешқашан отырмаған. Өмір бізге жүгіріп келетін.